Сәлем достар, бүгін өте дәмді, необычный тағам дайындаймыз. Бастамас бұрын қолдау білдіріп каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал бастаймыз. Алдымен видеода көрсетілгендей 150 грамм шампиньонды турап аламыз. Сосын 300 грамм тауықтың төс етін 4 бұрыш турап аламыз. Екі дана картопты жұқа домалақ етіп тураймыз. Елу грамм шпинатты 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Сосын бір ыдысқа 150 мл сливки мен 150 мл сметана. Бір жұмыртқа. Бір шай қасық тұз салып араластырып аламыз. Духовканы 180 градусқа қыздыруға қоямыз. Қалпымызға май құйып, жақсылап ішін жағып шығамыз. Алдымен пиязды астына қойып шығамыз. Сосын картопты қоямыз. Келесі қабатқа тауық етін қойып шығамыз. Үстіне кішкене бұрыш пен тұз сеуіп шығамыз. Келесі кезек шампиньоны. Оның үстіне шпинат саламыз. Жаңағы сливки, сметана, жұмыртқа соусын құямыз. Үстіне тағы жарты стакан су құйдым. Жоғары бетін сырмен жауып шықтым. Енді духовкада 180 градуста 1 сағат пісіреміз. Үстін жабудың қажеті жоқ, ішіндегі барлық ингредиенттер пісіп шығады. Мінекей керемет үсті қытырлақ түскі немесе кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді шықты, үйдегілер барлығы тез тауысып тастады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.